Сюжеттің мәтінін жазу, яғни текст жазуда біраз уақыт алатын процесс. Яғни сіз күні бойы түсіріп келген дүниені 2 немесе 2,5 минутқа сыйдыру, ол біраз еңбекті қажет етеді. Алдыңғы курста айтып өткеніміздей, кодировка, раскадровкамыз егер жақсы жасалса, мәтінде солай тез жазылады. Текст жазуды жеңілдету үшін ең бірінші сіз өзіңізге керекті синхрондардың раскадровкасын жазып қойыңыз керек. Не айтқан сөздерін өтір нүктесіне дейін тізіп шығасыз. Одан кейін ол жерде сіздің ресми органның өкілінің синхроны, сарапшыңыздың, экономист болмаса заңгердің, қоғам белсендісінің синхроны болуы мүмкін. Сондай-ақ өзіңіздің стендабыңыз болуы мүмкін. Ол стендаптың да ішінде не айтылды, сөз не айтылғанын барлығын жазып қоясыз. Осылардың барлығын жазып қойғаннан кейін сюжеттің қаңқасы шығады. Ары қарай сол адамдардың айтқан пікіріне байланысты арасына сөз құрастырып, за кадровый тексті, яғни ЗКТ-ны жазып шығасыз. Ол енді 1 сағат болмаса 1,5 сағат уақыт алуы мүмкін. Кейбір кәсіби журналистер одан да қысқа мерзімде, яғни жарты сағатта 20 минутте текст жазып тастайтын кездер болады. Басында айтып өткендей, сюжеттің орташа хронометражы 2-2,5 минут. Одан аз, немесе одан көп жасау да мүмкін. Репортаждар, өзінің аты айтып тұрғандай, ол 10 минутқа, 15 минутқа дейін кетіп қалуы мүмкін. Ал сіз жаңалықтардың тілшісі болғандықтан, жаңалықтарға материал жасағаннан кейін неғұрлым ықшамды қысқа нұсқа жазуыңыз керек. Сондай-ақ текст жазу барысында өте күрделі сөздерді, мақал мәтелдерді, құрмалас сөйлемдерді қолданбауға тырысыңыз. Сіз қалай айтып тұрсыз, мысалы сізбен біз қалай сөйлесіп отырмыз, сондай сөздер, қарапайым сөздер қолданылу керек сюжетте. Яғни көрермен, сонау Маңғыстау облысының Бейнеуінде отырған, болмаса Түркістан облысының Жетісайында отырған көрермен, мәселен апа дейік, сіздің сөзіңізді, сіздің текстіңізді түсінуі керек. Телевидениеде қалай? Телевидениеде бір мезеткане бар. Газеттегі сияқты қайтадан қайталап оқи алмайсыз. Болмаса видеодағыдай интернеттегіде қайтада көре алмайсыз. Өтіп кетеді. Сол өтіп кеткен кезде сюжет, 2 минут сюжетте түсінікті болу керек айтқан сөздеріңіз. Сондықтан тексті өте күрделендірілмей, қарапайым тілмен, қысқа нұсқа сөздермен жазуға тырысыңыз. Ол өзіңізге де кейін жақсы болады. Сондай-ақ өте күрделі мақал мәтелдерді, афоризмдерді қолданудан қашыңыз. Себебі жаңалықтардың тілшісі аз уақытқа көп дүниені сыйдыруы керек. Ол сюжеттің, болмаса сіздің жасап отырған материалыңыздың қаншалықты көрерменге ұнайтынын, ұнамайтынын көрсетеді. Көрерменге не ұнайды? Көрерменге сіздің қарапайымдылығыңыз, сөзіңіздегі қарапайымдылық ұнайды. Видео өз алдына, оны монтаж барысында тағы айтармыз. Видеода ерекше, стендапта ерекше, синхрондарыңыз, жазған сұхбаттарыңыз эмоционалды, яғни эмоциялы болса, көрерменге соғұрлым тартымды болады. Яғни жаңалықтардың да рейтингісі соғұрлым жоғары болады деген сөз. Текст жазған кезде осы мәселелерді басты назарда ұстауларыңызды сұраймын.